Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Халқымыздың ағаштар анасы арша деген теңеу сөзінде қаншама ұлағатты ұғым жатыр десеңізші. Аршаның қандай емдік қасиеті мен қандай зияны барын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Арша бұтақтарының пайдасы. Аталарымыз бұрын бұтақтарын емге көп қолданған. Тіске құрт түссе, тісі қақсаса, аршаның жонын алып, тісін шұқып тазалап отырған дейді. Бұрынғы ақсүйектер үнемі аршамен тісін тазалап ағартып отырған. Арша жидектерінің пайдасы. Жемістер тоник, суыққа қарсы және холеретикалық агенттерді дайындауда қолданылады. Жемістердің емдік қасиеттерінің арасында мыналарды атап өтуге болады. Бактерияға қарсы арша қабыну мен инфекциялармен тиімді күреседі. Иммунитет әлсіреп, күш-қуат жоғалған және депрессия жағдайында жидектерді пайдалану пайдалы. Өсімдіктің емдік қасиеттері бас ауруы мен тіс ауруына, буындардың ауыратын қабынуына көмектеседі. Дәрілік жидектерді жеу ас қорытуды қалыпқа келтіруге және ағзаны артық сұйықтық пен токсиндерден тазартуға пайдалы. Арша жидектері тері күтімі өнімдерін жасауда белсенді қолданылады. Өсімдік целлюлитпен күресуге және ұзағырақ жас болуға көмектеседі. Арша қабығының емдік қасиеттері. Аршаның қабығында витаминдер мен эфир майлары ғана емес, сонымен қатар басқа компоненттер, шайырлар, таниндер, сапониндер бар. Осының арқасында ағаш ароматерапияда айқын пайдалы әсер береді. Арша бұтақтары бөлмедегі бактерияларды жояды және ауаны тазартады. Сондай-ақ, қабықтың негізінде буындар мен өкпе ауруларын емдеуге арналған қабынуға қарсы және бактерицидтік агенттер дайындалады. Арша тамырының емдік қасиеттері. Қабық сияқты тамырларда таниндер мен дитерпен спирттері көп. Арша тамыры бактерицидтік және қабынуға қарсы препараттарды дайындауда қолданылады. Тамырлардың емдік қасиеттеріне олардың негізіндегі дәрі-дәрмектер қанды жұқартып, тамырларға айқын пайдалы әсер етеді. Арша инелерінің емдік қасиеттері. Дәрілік өсімдіктің инелерінде көптеген фитонцидтер мен С дәрумені бар. Сонымен қатар эфирлер мен таниндер де бар. Сондықтан арша инелері көптеген ауруларды емдеу үшін қолданылады. Ең алдымен, ине негізіндегі өнімдер жөтелге және өкпе инфекцияларына жақсы әсер етеді. Инелер қосылған дәрілер гемоглобиннің төмендеуіне және қалқанша безінің бұзылуына, жүрек ырғағының бұзылуына және қан тамырларының әлсіреуіне көмектеседі. Аршаның иісі қалай пайдалы? Тіпті емдік бұтаның хош иісі емдік қасиетке ие. Аршаның иісін жұтқанда келесі әсерлер байқалады. Мазасыздық пен депрессия кетеді, көңіл күй жақсарады, тиімділік артады, ұйқы күшті және тыныш болады. Суық немесе созылмалы жөтел жоғалады, мұрын бітелуі жоғалады. Аршаның хош иісі мигрендерден арылуға көмектеседі. Аршаның иісі тыныс алу жолдарының жұқпалы ауруларына пайдалы. Арша майының пайдасы. Аршаның құрамында көп мөлшерде эфир майы бар, және оның құрамында фитонцидтер, терпендер және барнеол, камфен және пинен бар. Майды ароматерапияда қолданғанда жақсы әсер етеді, өйткені ол ауаны тазартады және дезинфекциялайды. Дәрілік мақсаттарда арша майы ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді. Жөтел мен ұйқысыздықтан құтылу үшін қолданылады. Май лимфа ағынын және өт шығаруды жақсартуға көмектеседі. Айқын дезинфекциялық қасиеттерге ие. Сонымен қатар айта кететіні, аршаны қолдануға да қарсы көрсеткіштері бар. Кейбір жағдайларда аршаның емдік қасиеттері зиянды болуы мүмкін. Өсімдікті қолдануға қарсы көрсеткіштер. Ауыр гипертензия, жүктілік және лактация кезеңі, өсімдік аллергиясы, бүйрек жеткіліксіздігі, өткір кезеңдегі созылмалы гастрит және ойық жара, панкреатит. Өсімдіктің емдік қасиеттерін 2 ай қолдануға болады, содан кейін үзіліс жасау керек. Мінекей құрметті достар, бүгін сіздер аршаның пайдасы мен зияны туралы ақпарат алдыңыздар. Егер де сіздерге видео ұнаса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қазақ тілді каналды қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.